Қонақ келетін болса, дәл осындай ресторандағыдай салат жасаңыздар. Бір жасағаның өзінен күшті болып шығады, жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде сақтап алыңыздар. Алдымен бір баклажанымыздың сыртын жақсылап ашып тазалап аламыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей бірнеше бөліктерге кесіп дайындап қоямыз. Қатты жіңішке немесе жуан қыл жермеңіздер, дәл видеодағыдай кесесіздер. Одан кейін ыдысымызға салып, үстінен кукурузный крахмалға жақсылап малып алып, қызып тұрған майымызға сарғайтып қуырып аламыз. Дәл осындай сап-сары болып шыққаннан кейін сүзіп аламыз да дайындап қоямыз. Оған дейін черрийімізді дәл ортасынан бөліп, оны да дайындап қоямыз. Енді жинаймыз салатты. Алдымен тарелкамызға баклажанымызды, оның үстіне черри помидорды орналастырамыз, және де творожный сырды дәл осылай орналастырып, ең бетіне кинзамызды сеуіп, одан кейін кисло-сладкий соус кез келген супермаркет, базарларда сатылады. Осылай бетіне әсемдеп шығамыз. Мінекей қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады қыздар, және де қонақтарыңыз келсе ұялмай алдына ұсынуға болады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.